Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі видеода біз киік отының адам организміне пайдасы жөнінде айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Жарықтық киік отай деп отырушы еді марқұм нағашы әжем. Арқада киік оты аса қадірлі шөп. Киік оты дәру болмайтын дерттің түрі кемде кем. Қан тасыған адам киік оты шайын демдеп ішсе, бірден қан қысымы қалпына келеді. Ас қорыту жүйесіне де баппен бұқтырылған киік оты шайы да мыңда бір ем. Тері ауруымен ауыратындар киік отының бұлауына түссе, құлан таза айығады. Белсіз қалған еркек төсектен суылған ұрғашы киік отының қымызын құрғатпай ішсе, құштарлығы оянып, құмары қайта қозады. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 70 000 жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан видеоға лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Енді қысқаша киік отының медицинада қолданылуы жөнінде айта кетейін. Медицинада киік отын жоғарғы тыныс жолдарының қабынуына қарсы қақырық түсіретін дәрі ретінде қолданады. Оның несеп жүргізетін, өт айдайтын, тамаққа тәбетін қоздыратын және де басқа қасиеттері бар. Киік отынан жасалған тұнбаны асқазанның қышқылы кемігенде және қан тоқтататын, нерв жүйесін тыныштандыратын дәрі ретінде, ішектің жұмысы нашарлағанда, асқазанның тұсы түйнеп ауырғанда, жалпы дененің қуаты кеміп, күші азайғанда қолданады. Киік отымен бауыр ауруларын емдейді. Бас жиі ауыратын адамдарда оның тұнбасымен басты жуған пайдалы. Дене сыртындағы әртүрлі жарақаттарды, бөрткенді де емдеуге болады. Жүкті әйелдерді емдеу үшін киік отын қолдануға болмайды. Себебі бұл өсімдік ондай әйелдердің организміне қолайсыз әсер етеді. Киік отының спиртті тұнбасына мақтаны батырып алып, тіске қойса, ауырғаны басылады. Халық арасында жоғарғы тыныс жолдары қабынғанда киік отын тер шығаратын дәрі ретінде кеңінен қолданады. Кәдімгі киік оты душица шөбін ертеректе әжеміз шай сияқты демдеп ішетін. Қант пен бал қосқан тәтті шайға үйренген біз шөптің дәмі мен иісіне мұрнымызды тыржитушы едік. Бүгінде сол шөптің арқасында мен еңсені басқан зіл, денедегі ауырлықтан құтылдым. Киік оты дәру болмайтын дерттің түрі кемде кем. Қаны тасыған адам киік оты шайын демдеп ішсе, бірден қан қысымы қалпына келеді. Ас қорыту жүйесіне де баппен бұқтырылған киік оты шайы ем. Тері ауруымен ауыратындар киік отының бұлауына түссе, құлан таза айығады деп отырушы еді әжем. Рас екен, қайсысы бір жылы жиеншарымыздың қолының терісі қабыршақтанып, жара басып кетті. Дерматологтар экзема деді. Экзема деген оңайлықпен кете қоймайтын тері ауруы деп жазады. Әйтсе де киік оты оған ем болды. Шөпті қайнатып, сол суға қолын салып отыратын. Шай сияқты демдеп, аз-аздан ішкізетін. Жиеншар содан жазылды. Халық арасында жоғарғы тыныс жолдары қабынғанда киік оты тер шығаратын дәрі ретінде кеңінен қолданады. Дәріні дайындау және қолдану тәсілі мынадай. 15 грамм ұнтақталған өсімдікті бір стақан қайнап тұрған суға салып 20 минут тұндырады да, бір қасықтан күніне 3 рет ішеді. Киік оты мамыр айынан бастап тамыз айы аралығында гүлдейді. Оның жер бетіндегі бөлігін гүлдеген кезінде жинап алады. Оның несеп жүргізетін, өт айдайтын, тамаққа тәбетті арттыратын қасиеттері де бар. Киік отыдан жасалған тұнбаны асқазанның қышқылы кемігенде, ішектің жұмысы нашарлағанда, жүйке жүйесін тыныштандыратын дәрі ретінде, жалпы дененің қуаты кеміп, күші азайғанда қолданады. Бунге киік оты. Биіктігі 40 сантиметрге дейін жететін көп жылдық жартылай бұталы өсімдік. Бұтақтары сұр түсті, төмен салбыраған қысқа, бірақ қалың түк басқан. Жапырақтар жіңішке, ұштары сүйір. Гүлдері майда, қос ерінді, ашық қызыл түсті.
кейде көкшілдеу болып келеді. Гүл сабақтары қысқа, гүлдері өсімдіктердің жоғарғы жағында шоғырлана орналасқан. Маусым шілде айларында гүлдейді. Тұқымы шілде-қыркүйек айларында піседі. Таулы жерлерде, тастақты беткейлерде, далалы аймақтардағы төбелердің етектерінде кездеседі. Дәрі үшін гүлімен қоса жоғарғы жағында пайдаланады. Оның құрамында алкалоидтер, глюкозидтер, органикалық қышқылдар, эфир майлары, С витамині және басқа да пайдалы заттар бар. Қазақтың халық медицинасы бұл өсімдікті ерте кезден-ақ жүрек ауруларын, атеросклерозды, асқазан ауруларын емдеу үшін қолданып келді. Орта ғасырдың белгілі ғалымы Авиценна бунге киікотының, райханның шипалық қасиетін жоғары бағалап, оның жапырақтарын іріңді жараларды емдеуге пайдаланған. Бір топ қызметкерлер бунге киікотының емдік қасиеттерін, құрамын толық зерттеп шықты. Жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде бұл өсімдіктен жасалған дәрілердің қан қысымын төмендететін, несеп жүргізетін, жүрек тұсының ауырғанын басатын, ұйқыны реттейтін қасиеттері бар екенін анықтады. Осыған байланысты соңғы кездерде инфарктты, атеросклерозды, гипертонияны және асқазан ауруларын осы өсімдікпен емдеу арқылы өте жақсы нәтижелерге жетуге болатыны белгілі болды. Бунге киікотын немесе райханды дәрі үшін дайындап бұлай пайдаланады. Өсімдіктің кептірілген бір ас қасығын бір стақан қайнап тұрған суға 1 сағат тұндырып, бір ас қасықтан күніне 3 реттен ішеді. Емдеу мерзімі 5 аптаға дейін созылады. Биік көркем таулар, аппақ қардан дағарадай сәлде ораған молда шыңдар. Сол таулардан жылаңдай ирелеңдеп, сарқырай аққан өзен сулар. Сауыры қызылды жасылды гүлмен көмкерілген қоян-жон жоталар. Әсіресе киікоты ырғын. Кешке жақынғы самалмен қышқылтым иісі танау жарғанда, шерлі көкірегін күмбірлей жөнеледі. Хош, 1-2 күннен кейін жан-жақты шолуға кеткен жігіттер мінер судың баклашкасымен қымыз әкеле бастады. Алматы базарларының су қосқан сатқын қымызынан зәрезап болып қалған ғазез басым алғашқыда қомсына дәмін татқаным рас. Жоқ, су қосылмаған тәрізді, тілді үйіріп әкетіп барады. Киікотының дәмі. Сөйтсек, Түлкібас өңірі күбіні тек киікотымен ыстайды екен. Содан қаталап келген қымызқорлар үшін Құдай берді. Азын-аулақ суточныйымызды кәнігі алқаштардай соңғы тиынына дейін қалдырмай қымызға салатын болды. Арқаның қымызына қарағанда таудың қымызы жуастау келеді. Дегенмен көңілге қонақы, желік бітіруге жарап жатыр. Аз күнде көзіміз нұрланып, жүзімізге қан жүгіріп, кісі болып қалдық. Киікоты қосылған жұпар қымыз қанша ішсең де қан қысымын көтермейді. Қымызға бөгіп алған адам шаршамайды. Жұмысты жапырып істейді. Әсіресе әрби сияқты сайыпқыран жігіттеріміз ат үстінде шайқақтап, үзеңгісін таралғысының түбінен үзіп жіберердей шірей керіп, жер баспай, айдынданып, асқақтап, аспандап, шығандап кетті. Күніне 5 ат болдыртады. Ұларбек ақының көзінен өлең оқитын күнге жеттік. Қайран алдияр қымызай, жарықтық киікоты деп қоямын іштей. Қырға шығып киікоты мен бозгүл теріп кеткен кезімізде болды. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіздер болады. Келесі кездескенше аман сау тұрыңыздар.